You got it. Айқайлап өтейін бе? You got it. You got it. You got it, my body. You got it, everybody. You got it, my body. You got it, everybody. Салем. 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 Я, сәлем достар. Жоғарғы лига жайдарман әлі де жалғасуда. Ширек финал, бірақ та бүгін соңғы 3-ші топ. Біздің де көңіл-күйіміз тамаша, жаңа редактордан қарады, көңіл-күйімізді көтеріп алдық, күліп алдық. Ал енді көрермендердің көңіл-күйін көтеріп ғана қалды, және де әділ қазылардың көңілін көтеріп, олардың жоғарғы ұпай сандарын алып, келесі жартылай финалға өту керек. Ал кім өтеді, оны ойын анықтайды. Шетелде бір әңгіме көтеріп өтеме, ойбай продюсері қазақ, бір кино түсіреме, ойбай режиссері қазақ. Енді алысқа кетпей қой, кеше мына футболдық әлемнің жұлдызы мына Криштиану Роналду, оның әйелі Елена Шейгин қазақ үшін ажырасып кетті деген жақ. Ой, не ажырасып кетті ма не? Кәм Криштиану Роналду мен Ирина жеңше ажырасып. Ирина жеңеше. Ирина жеңеше ажырасып кетті. Бала кімде қалады? Бала анасымен кетіпті. Сонда Роналду жеңсе алимент төлей ма? Қармақшыдан келдік бүгін сахнаға, қарсы алды міне әсем астана. Алдар аспан 5 жыл, алдар аспан 5 жыл, алдар аспан 5 жыл. Рахмет! Алдар аспан жайдарманнан баламаған жалғыз театр келді! Айтпай, менің балаларыма көз тимесін. Көріп тұрғандарыңыздай, жаңа айтып өткендей, жайдарманшылардың көңіл-күйі керемет. Өйткені олар жақсы дайындалған, жайдарман ол көңілді жастардың ойына. Сәттілік жігіттер, жақсанап шығыңыздар. Қылығында ғажаптың, мақтаны бұл қазақтың, қызығыңды әрдайым ел аңсап көрсін. Туыстайтын ұлан бұл, биіктегі қыран бұл. Ой, мақтайын деп жатыр кішкене. Қобалжу бар. Мен де өзім қобалжып тұрмын. Ойына қиын болады. Бір 4 сайысы бар. Бізде сәлем кездесу. Сосын бисәзді оны жаңалық қой. Содан кейін барып әуенмен әзіл музыкальный. Сосын барып көріміз шағын. 4 сайысы бар. Оңай емес. Шеректің бар. Үздіктер жегет берді. Қалайсыздар, бүгін жоғарғы лиганың 1-4 шерек финалына 3-ші тобы. Бүгін өте қызықты болады деген
альянс ойнайды. Тек қана қыздар және де Нұр Астана жайдарман топтары ойнайды. Біз Камаз құрамасы ойнаймыз. Бұл топ қызықты болады деген себеп өйткені бізде қыздар күшті. Өтмесек ренжімейді. Hoş geldiniz. әдеттегідей алда кеңшілік шапалақ жасап естеліктерді айтып қызымыз ойынымыз басталады. Енді соңғы тур қалды. Барлық саламыз мен сөздерін орындаймын. Кім? Сөздер. Көріңіздер, көңіл күймен емес. Бірақ сахна ашқанда ез аламыз. Сен қасқаның төбелеске жақсы ма? Қасқыр? Ана командаlarından жетіспей тұрды түсіндірге? Сен не басыңдар, қойыңдар, қойыңдар! Oldu. Осы жерден мистер Проппердің карьерасы аяқталды. Құрметті көрермендер, бұдан кейін мистер Проппер дегенді мүлдем ойдарыңыздан шығарып тастаңыздар. Неге? Мылтықтан дегенмен де жалпы жайдарман ойнап жүрген бізде шүкір мыңдаған командалар бар. Барлығына айтарым, сценарий жазуды екі командаға жолдама беріп өткізсеңіздер, яғни ақылдасыңыздар. Ұмытпастар, жаңа жоғарғы лиганың ширек финалын шешті. Соңғы топ аяқталды. Өткен командалар бірінші орынмен Жамақшы құрамасы, тек қана қыздар және де Альянс Семей. Және де резервтің командалары қазір атап өтеді. Маусымда алғашқы Özgürlüğün Adivazıların neredeyse jenge oyunlarını ayırdı. Şimdi aytsak, burada tarih ister, Özgürlüğün biz ortak şeşeği, ortak bir komandаны her birinin özgün oyunu var.
айтып десеңіз әрқайсысы айтуға дайын тұр. Сондықтан бұл шешімді өзімізге қабылдап отырмыз. Мен мына студентті бір ассамблеядан естідім. Енді ассамблея үшін болған. Иә.